Ал енді мына есепке қарайық. Бұл жерде бірінші кез келген жай бөлшектерді орындайтын кезде қосып немесе азайтуда міндетті түрде ортақ бөлім беру керек. Ортақ бөлім дегеніміз бөлімдері бірдей болу керек. Мына жерде әртүрлі болғандықтан біз бірінші ортақ бөлімін іздеп аламыз. Ол үшін ең үлкен сан, бөліміндегі ең үлкен санды көбейту арқылы, яғни 20. 20-ны 1-ге көбейтсем 12-ге бөлем, қалдықпен қалады. Онда ол ортақ бөлім болмайды. 20-ны 2-ге көбейтемін, 12-ге бөлемін, ол да ортақ бөлім болмайды. 40 бөлінбейді. Одан кейін 20-ны 3-ге көбейтемін, 60. 60 12-ге бөлінеді. Демек бізде ортақ бөлім 60. 60-ты 20-ға бөлсем, ол 3-тен келеді. 3. 60-ты 12-ге бөлсем, ол бізде 5-тен келеді. Енді орындайым. 5 7 35, қосамын 3 7 21. Енді кәдімгі қосындыны орындаймыз. Бөлімі 60, алымы 30-ға, 35-ке 21-ді қосасыз. Сонда 56 болады. Бұл ары қарап қысқартсаңыз да болады. 2-ге бөлу арқылы, немесе 4-ге бөлінеді ғой. 4-ге бөлу арқылы да қысқартып жіберсеңіз болады. Мысалы 4-ге бөлсек, 60-ты 4-ге бөлсек 15, 56-ны 4-ге бөлсек 14 болады. Кейін кеттік. Екінші есеп. 15-ті, ең үлкен 15, 15-ті 2-ге көбейтемін 30, 30 12-ге бөлінбейді. 3-ге көбейтемін 45, 45 12-ге бөлінбейді. 4-ге көбейтемін 60, 60 12-ге бөлінеді. Демек, мұнда да ортақ бөлім 60, мұнда жанам 4-ге көбейттім, мұнда бөлген кезде 5 болады. 2 8 қосу 35. Тең, бөлімі 60 сақталады. 35-ке қосасыздар 8-ді. Жауап 43, қысқармайды, осы күйінде қалады. Келесі есеп. 18 8-ге бөлінбейді. Демек 18-ді 2-ге көбейтемін. 36 болады. 36 8-ге бөлінбейді. 18-ді 3-ге көбейтемін. 54. 54 ол 8-ге бөлінбейді. 18-ді көбейтемін 4-ке, 72 болады, 72 8-ге бөлінеді. Демек, жанымен 18-ді 4-ке көбейткенде 72 болды. Шатыспашын сразу жазып қойып жатырмын. 72-ні 8-ге бөлсем, мұнда 9 болады. 9. Кеттік. Сонда 9 3 27, қосамын 4, сонда жауап 72-ден 31 болады. Келесі айырма екен. 14-ті 2-ге көбейтемін. 28, ол бөлінеді 12-ге. Қалдықпен қалады. Одан кейін 14-ті 3-ге көбейтіп көресіз. 42 болса, 3-ге көбейткенде 12-ге бөлінбейді. Келесі 14-ті 4-ге көбейтіп көріңіз. 56, ол 12-ге, ол да бөлінбейді. 14-ті 5-ге оша көбейтіп көреміз. Қалдықпен қалады. 14-ті 6-ға. Так, 84. Негізінде бұл ортақ бөлім келтіруді сіздер бірінші тоқсанда өткен болғансыздар. Көбейткішке жіктеу. Егер үлкендеу сан болса, сразу көбейткішке жіктесеңіз өте тез шығады. Мұнда мен ойша болып жатқандықтан тез-тез оңай жолмен есептеп жатырмын. 84 болды. 84-ті 12-ге бөлсек бізде 7 болады. Ал жаңа 6-ға көбейткенде шықты, Так, кеттік. Сонда 6 9-ым 54. Азайту 7 5-ім 35. Тең. Енді 54-тен 35-ті азайтып, нәтижесін жазу қалды. Келесі. 12 мен 14. Мұнда жана болды. Осыны қайталайым. Яғни ол бөлімі 84.
84 12-ге 7-ден берген кезде болды, иә? 12-ні 7-ге көбейткенде. И 14-ті 6-ға көбейткенде жазамыз. 7 қосу 66 тең. Енді кәдімгі қосындыны орындай салсақ жеткілікті. Сонда 84-тен 73 болады. Келесі 75 пен 50-дің. 75-ті 2-ге көбейтсек 150 ортақ бөлім болатын көрініп тұр. Мұнда 2-ден 150-ді 2-ге бөлсек 3 болады. Сонда 19-ды 2-ге көбейтсек ол 38 емес пе? Қосамын 21-ді. Сонда жауабы алымында 59 бөлімінде 150 болады. Келесі 428-ші есеп. Мұнда айырма. 28 пен 21-дің көбейтіндісі. 2-ге көбейтсек 56, ол 21-ге бөлінбейді. 28-ді 3-ге көбейтіп, оны 21-ге бөлсек болады. 28-ді 3-ге көбейткенде 84, сонда мұнда 4-тен болатын көрініп тұр. Мұнда мен 3-ге көбейткенде шықты. 25-ді 3-ге көбейтемін 75. Азайтамын 8-ді тең 67 болады. 143. Бізде 0-мен аяқталып тұрғандықтан мүмкіндігінше 0-мен аяқталатын сан іздейміз, е? 1410. 10-ға көбейтсе 1410 болады. Бұл 1410 110-ға бөліне ма? Бөлінетіні көрініп отыр. Оннан бері жіберсек. Так, бөлген кезде 1, 110, 30, 113 болады. Мен мүмкіндігінше ойша көбейтуге тырыстым. Сіздер баған түрінде жасап көрсеңіздер болады. 400 қосамын 39-да осы 13-ке көбейтеміз. Енді алымдарын қосып, нәтижесін жазу ғана қалды. Ойша қоса саласыздар, е? Так, кеттік. 54 пен 72-ні. Так, 72-ге 54 бөлінбейтіні көрініп отыр, е? Демек, мен 72-ні 2-ге көбейтіп, ол 54-ге бөліне ма білемін. 100 бөлінбейді. 72-ні 3-ге көбейтіп, 54-ге бөлуге болады да. 72, 2, 4 болады. Сонда мұнда 3-тен беремін. 216 болады. 216 54-ге бөлінеді. 4. Сонда 164. Так, 9. 10, 105 болады. Бөлімі 216 болды. Енді мәні ғана жазу қалды. Так, 164-тен ойша 105 ала салыңыздар. 9, 5, 59 болады. 216 сақталады. Так, келесі. 150 мен 140. 14, 15 деп ойлайтын болсақ. 150-ді 2-ге 300 білеміз, ол 140-қа бөлінбейтінін де білеміз. 150-ді 3-ге көбейтіп 140-қа тоже бөле алмаймыз. 150-ді 4-ге, может 4-ге, жоқ 4-ге болмайды. 150-ді 5-ге көбейтіп 14 деп есептей берекші, 14, 15 деп. Так. Так, 120-ді
Так, 150, 2100 болады. Мында 2100 болады. Сонда мында 15-тен берсем, мында 14-тен 1 орнына қосай салдым, е. Так, енді 15-ті көбейтесіз 43-ке 645 болады. Азайтамын. 14-ті көбейтесіз 41-ге 574 болады. Ой, қосамыз. Сонда онда жалғастыра салайын, сыймай қалды. 2100 645 қосқанда 1219 болады. Так, келесі 21 мен 14. 21 мен 14 ол 42 болады. Мұнда 3-тен берсем, мұнда 2-ден бере саламын, е. Сонда 40 минус 9 31 42 болады. Келесі соңғы есеп 100 бен 80-дікі, е. Бұл жерде 400-ге келтіре салуға болады, е. 400-ге автоматты түрде. Мұнда 4-тен, мұнда 5-тен. Сонда 73-ті 5-ке көбейтеміз. 365 минус 37-ні 4-ке көбейтеміз. 148. Сонда 400-ден 148-ді азайтамыз. Сонда 217 боламын. Осылай шығады жауабы.